Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз балалар ерекше мереке туралы айтамыз. Яғни күн жылынып, табиғаттың бәрі оянатын мезгілде бізде балалар Наурыз мерекесі тойланады екен. Наурыз мерекесі өте тамаша мереке екен. Мына суреттерге қарайық. Мына суреттерде біз әдемі көктемнің алғашқы гүлдерін көріп тұрмыз, иә? Мынау алғашқы сарғалдақ гүл екен. Мынау қызғалдақ гүл екен, иә? Және де сонымен қатар көктемде біздің балалар қазақтың ұлттық ойындары жайлы суреттер қарастыратын боламыз. Кішкентай зерттеуші болып келе ма? Олай болса, біз бүгін наурыз жайлы көп мәліметтер айттық, иә? Енді осыны әрі отбасымен әрі зерттеп көріп. Жарай ма? Наурыз жайлы түсінгеніңді сурет арқылы салатын боласың, жарай ма? Ата, мынау немене? Ол көктемде шығатын жас өскін. Қыс бітіп, көктем келген кезде бәрі көгеріп, торғайлар келіп, көктем шығады. Көктемде. Ал қазақтың ұлттық киімі бұны аталар киеді, ер адамдардың. Мынау атаның тақиясы, ер азаматтардікі екен. Енді қара, мынау ұл балдардың ұлттық киімі, иә? Қазақша. Мынау бас киімі, көрдің бе? Оюлармен өрнектелген. Мынау шалбары. Шалбарында да керемет ою бар, иә? Қазір бұл ер балдардың киімі. Енді мында қара. Мынау қыздардың ұлттық киімі екен, көріп тұрсың ба? Қандай әдемі оюмен. Мынау камзол. Мынау ішіндегі ақ. Сен одан не түсіндің? Күн жылынса, жылдың басы Наурыз келеді, жаңа жыл. Енді қара, біз бүгін Наурызге, жыл басы Наурызға арналған Наурыз көжеге қосатын тағамдарды көреміз. Қара. Ең бірінші сүрленген етті қосады екенбіз. Бұл қазы, иә? Қазы тағамы көрдің ба? Ет. Жылқының етінен дайындалады. Оны асады. Оның сорпасына не қосады? Күріш. Үйге қандай дақыл бар? Міне күріш. Ұстап көрші, балам. Күріш, иә? Оны сен жеп жүрсің, иә? Одан кейін екінші тағам арпа қосады. Арпа болмаса бидай қосады. Бұл да көріп тұрсың, иә? Біз тамаққа қосамыз. Содан соң ағарған қосады екен. Мейіз, бөрік, талқан қосуға да болады. Үйде не бар? Сондай бар заттармен, дәмді дақылдармен дайындайды екен. Енді біз ағарғанның орнына айран қоса, айран болмаса құрт қосуға болады. Мынау не бала, білесің ба? Құрт, иә? Құрт сен жеп көрші кәндәм. Қолмен ұстап жеп көр, қолмен. Дәмді ма? Дәмді екен, иә? Және тары қосамыз. Тарыны білесің ғой, тамаққа қосады. Тардан ботқа жасайды, иә? Сосын ең бастысы дәмді болу үшін тұз қосады. Тұздың қандай болатынын білесің ба? Тұз ащы бола ма, тәтті бола ма? Ащы болады екен, иә? Осы тағамдарды қайнатып, мен Наурыз көже дайындайды. Ол Наурыз көже біздің ұлттық тағамымыз. Қазақтың ұлттық ою өрнегі. Қара. Біздің жастығымызда қандай әдемі оюлар тұр, көрдің бе? Иә. Мынау ою әдемі ма? Иә. Әдемі, иә? Енді сенің киіміңе қарашы. Оюлары әдемі ма? Иә. Әдемі. Бас қара. Мынау атаның тақиясы, иә? Иә. Оюлары әдемі екен? Иә. Біздің қазақтың оюлары өте көп. Ол ұлттық ою өрнек. Бұнда қаншама сыр жатыр. Сөздер бар. Ата, бермесі. Әуелі Алла қолдасын, еш жамандық болмасын, ұлысы оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсаң жолың болсын. Аумин. Жетті басында. Наурыз мерекесі өте жақсы мереке екенін білдім. Мен Наурыз көктемнің жаңаудың мерекесі екенін түсіндім. Наурызда адамдар бір-біріне жақсы істей айтатынын білдім. Мен қазақтың ұлттық ойындары өте қызықты екенін білдім. Өте қызықты екенін білдім. Ата-бата беріп, жақсы сөз айтатынын білдім. Мен Наурыз мерекесін жақсы көремін.